Көшпелілердің киіну мәдениеті. Көшпелілер ішкі сыртқы киімдерінің бәрін жүріп тұруға, көшіп қонуға ыңғайлы етіп ықшамдап тіккен. Ауа райының қолайсыз жағдайлар да ескерілген. Мұндай киімдерді киген халыққа қатты аяз немесе күннің аптап ыстығы, өңменінен өтетін қатты жел, құрғақшылық ешқандай қауіп төндірмеген. Себебі киімдер төзімді, ыңғайлы, қарапайым және әсем болған. Жалпы, салт атты мәдениеттің өкілдеріне саналатын көшпелілерде етіктің екі сыңары да бір аяққа арналған қалыппен, табаны түзу, оң солы бірдей етіп тігілетін болған. Мұндай аяқ киімдер көшіп қонған кезде, қыста аяқ астынан шапқыншылар келіп, тез жиналған кезде ыңғайлы да төзімді ұзақ уақыт киілген. Таулы Алтай тайпаларының мәдениетінің өте жоғары болғанын сырт киімдерінен бастап, шұлық, аяқ киімдеріне дейін көркемдеп тігу тәсілдері танытады. Ою өрнекті тігетін шеберлердің біліктілігі өте жоғары деңгейде болған. Алтайлықтар шұлықтарын ұсақ моншақтармен өрнектеп тіккен. Сол сияқты Орта Азияда кеңінен қолданған пирит моншақтарымен әшекейлеген. Ал аңның қымбат терісінен тігілген ішіктерді алтыннан жасалған түймелермен безендірген. Алтын түймелермен безендірілген тондар ұзаққа шыдап, тез тозбайды және өте сәнді көрінеді. Алтай шеберлері ішіктің сыртын жібек матамен тігіп, оның шетін құндыз, тиынның терілерімен қаптап қоятын. Мұндай тәсілмен қапталған тонның сыртынан жиі тігістермен тігеді. Сыртқы матасы аң терілерінің отырып не созылып кетпеу үшін қапталады.